Nurper'дің бүгінгі видеода біз деген бір 5 ютубер дайындап қойдым. Сол 5 ютубердің бір видеосынан қарап бір баға беріп кететін боламыз. Ал бірінші нағыз футбол каналына жол берейік. Бірінші ютуберіміз осы. Деп өйстіп жаннама шыға береді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Міне. Алтын доп жүлдесі футбол тарихындағы ең даулы әрі Нағыз футболдан марапаттардың бірі екендігі жасырын емес. Көптеген сарапшылар бұл жүлдені құндылығын жоғалтты деп санап, оны маңызды санамайды. Алтын доп жеңімпазын анықтау критерийлері әлі күнге дейін көпшілікке түсініксіз. Бірде марапат жеке статистикасы ең мықты, ең көп гол соққан ойыншыға бұйырады. Ал кейде ең көп титулдарды жеңіп алған ойыншыға беріледі. Осы кезеңге дейін алтын доп тарихында логикаға сыймайтын қызыл футболдар мен долларға толы қаншама жеңімпаздары болған. Бүгін нағыз футбол арнасы тарихтағы ең әділетсіз әрі күмәнді алтын доп жеңімпаздарын назарларыңызға. Енді бұл топ 5 алтын допты әділетсіз жеңген футболшы бар ғой. Сондай. Кеттік көре берейік. Ұсынатын болады. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты 5 видео деп қоямын. 11 минут екен, бір 2 видео көрейік та бұл. Тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Баға береміз. Қандай күнделікті көріп жүрген каналда 2019 жылы Лионель Месси өзінің 6-шы алтын добын иеленді. Бірақ та бұл жеңіс дау-дамайсыз болған жоқ. Дауыс беруде Месси мен 2-ші орындағы Ван Дейктің арасын небәрі 7 ұпай ғана бөліп тұрды. Көпшілік сол жолғы алтын допты Чемпиондар лигасының үздігі алуы керек еді деп есептейді. Ван Дейк Чемпиондар лигасын жеңді, Ұлттар лигасының финалына дейін жетті. Ал Месси Барселона мен Ла Лига жеңді. Бірақ Чемпиондар лигасының жартылай финалында Ливерпульге тас-талқан болып есе жіберді. Жеке статистикаларға тоқталсақ, Месси бұл көрсеткіште барлығын шаң қаптырып, 58 матчта 54 гол мен 22 нәтижелі пас еншіледі. Ван Дейктің қорғаушы екендігін ескеріп статистикасына қатты үңілмей-ақ қояйық. Десе де ол барлық турнирлерде 59 матчтың қатысушысы болып, толық бір маусым бойы Ливерпульдің аса маңызды тірек ойыншыларының бірі болып маңызды рөл атқарды. Жарайды, қорғаушы ғана емес, Ливерпульде шабуылшы құрып қалыппы. Месси сайтықтардан шабуылында тегеурінді рөл атқарған Садио Манені де атап өтсек болады. Ол сол маусымда 30 гол мен 5 нәтижелі пас еншілеген болатын. Ван Дейк қорғаушы бола тұра шабуылшылармен тең дәрежеде тайталасты. Оның ең басты феномені ерекше бір статистикада болды. Сол маусымда Ван Дейкті бірде-бір ойыншы дриблингпен алдап өте алмаған. Ол Ливерпульдің қорғанысын әлемдегі ең үздік деңгейге көтеріп, басты турнирде Мессидің Барселонасын тоқтатып тастады. Неге Месси жеңді? Месси жеке статистика жағынан адам сенгісіз көрсеткішке жетті. Ол Барселонаны жалғыз өзі алға сүйреп, Ла Лигада барлығын шаң қаптырды. Сол жолы дауыс берушілер тағы да командалық трофейлерден гөрі жеке дара шеберлікті жоғары қойды. 2018 жылы алтын допты Лука Модрич. Бірақ мынада мақұл. Роналду мақұл, мықты ойнады, күшті ойнады. Статистикада бар. Бірақ бұл бір сәт жетті. Бұл әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты деген ең үлкен дода. Мақұл финалға шығып ұтылып қалды. Бір Аргентина мен Португалиямен өтіп алған жоқ. Хорватиямен шықты ол финалға. Хорватиямен шықты ол финалға, ойлаңыздаршы. Ол 1000 жылда 5 рет болады текші мақұл. Хорватиямен финалға шығу деген өзі алдыға тәшер етті үшін. Ешкім жоқ қой. Мақұл Ковачич деген сияқтылар бар шығар, ол кезде Гвардиола бар ма еді, білмеймін. Сондайлар бар шығар, бірақ Лука Модрич лидер, өзі ғана алдыға сүйреген тұғын Модрич. Сол үшін бұл әлетсіз жеңген деп айтамын, бірақ Роналду да фаворит екені анық болды сол кезде. Айтатыным негізі Модрич жеңгенге мен ондай қатты әділетсіз деп айта алмаймын. Бұл оқиға Роналду мен Мессидің 10 жылдағы үстемдігін тоқтатты. Алайда футбол жанкүйерлері арасында үлкен пікірталас туындады. Көпшілік бұл марапатта Криштиану Роналду жеңуі керек еді деп есептейді. Екі ойыншы да сол маусымда бір команда Реал сапында ойнап, басты трофейлерді бірге жеңді. Екеуі де Чемпиондар лигасының жеңімпаздары, клубтар арасындағы әлем чемпионатын. Міне, бір айырмасы ғой. Екеуі де бірге трофейлер бәрін жеңіп алды, бірақ Модрич әлем чемпионатымен финалға шықты. Міне, осы шешіп кетті. Жеңімпаздар атанды.
Басты айырмашылығы Лука Модрич Хорватия құрамасымен бірге әлем чемпионатының финалына дейін жетіп, ал Роналду болса Португалиямен бірге жарысты ерте аяқтады. Жеке статистикаға тоқталсақ, Роналду 48 ойында 48 гол соғып, 8 нәтижелі пас жасаған, ал Модрич 50 матчта 4 гол соғып, 8 нәтижелі пас жасаған. Неге жартылай қорғаушының голдық әрекеттерін форвардпен салыстырып жатырсың деген сұрақ туындауы мүмкін. Жай ғана мынаны жеткізгім келді. Егер Модричтің көрсеткіштеріне үңіліп қарасақ, алтын доп алуға лайық ойыншыға тән нәрселер көрсетпегенін анық байқасақ болады. Неге бұл шешім әділетсіз көрінеді? Клубтық деңгейдегі басты турнир Чемпиондар лигасында Роналду 15 гол соғып, тамаша маусым өткізіп шықты. Әрине, Модричтің еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Реалдан ойынын басқаруда Модричтің рөлі өте зор еді. Баса жоқ, егер Хорватия ең құрығанда әлем чемпионатының жеңімпазы атанып кеткенде, онда әңгіме мүлдем басқаша болар еді. Роналду жеке статистика және Чемпиондар лигасындағы басты рөлі бойынша Модричтен басым болғаны жасырын емес. Алайда дауыс берушілер әлем чемпионатындағы сенсацияға көбірек мән беріп, жүлдені хорватиялық ойыншыға табыстады. Қадірменді көрермендер, бір секунд назар аударып жіберсеңіздер, видеоларымызды көретіндердің басым көпшілігі әлі де біздің арнаға тіркелмеген екен. Егер әлі де солардың қатарынан болсаңыздар, тіркелулеріңізді сұраймын. Видео ұнап жатса арнаға қосылып, лайк басып жіберсеңіздер тамаша болар еді. Қазақ тіліндегі футбол жайлы сапалы контентке қолдауларыңыз қажет. Мен тіркелейін. 2023 жылғы алтын доп жүлдесі футбол тарихындағы ең алғаш шешімдердің бірі. Дәл осылай менің де каналыма тіркеліңіздерші өтінемін. Дәл осылай менің де каналыма тіркеліңіздер. Элден қолдан жеңуі керек еді деп есептейді. Олан толықтай бір маусым бойы әлемнің ең қиын чемпионаты АПЛ мен Чемпиондар лигасында феноменалды деңгейде өнер көрсетті. Ол Манчестер Ситимен бірге мүмкін болғанның бәрін жеңді. Чемпиондар лигасы, ағылшын премьер лигасы және Англия кубогы. Клубтық деңгейде одан артық биік жоқ. Статистикасы да ғаламат болды. Ол сол маусымда 57 ойын өткізіп 56 гол мен 9 нәтижелі пас еншіледі. АПЛ тарихында бір маусымда ең көп гол соққан ойыншы атанды және Чемпиондар лигасының үздік сұрмергені болды. Ал енді Мессиге тоқталсақ, ол 54 ойында 38 гол соғып, 25 нәтижелі пас жасады. Мессидің басты аргументі ол әлем чемпионатындағы жеңісі. Ол талайларға арман болған басты турнирлердің бірін жеңіп, арманына жетті. Жай ғана жеңіп қоймай, құрамасын жалғыз өзі турнир бойы алға жетеледі. Оған ешқандай әңгіме жоқ. Бірақ клубтық деңгейде Месси Франция чемпионаты мен Франция лигасының кубогын иеленді. Ал Чемпиондар лигасында жарыстан тым ерте шығып қалды. Әділетсіздік неде? Негізгі сұрақ. Бір айлық турнир қалайша бүкіл маусымдағы еңбекті жауып тастайды? Егер де алтын доп маусымның үздік ойыншысына берілер болса, онда оны Холланд алуы керек еді. Өйткені ол барлық ірі турнирлерде жеңіске жетіп, ең көп гол соққан ойыншы болғаны даусыз. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз. Назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Ривалдо ма? Наверное, трехэтапная чистка всего. Ривалдо деп ойлаймын мен. Насыщенный. Сізге қалай ойлайсыз? Вылить зубную камень, обкладываем, Ривалдо. покроем. Бұл футбол тарихындағы ең түсініксіз әрі ең өрескел әділетсіздіктердің бірі ретінде тарихта қалды. Француздық Френс футбол басылымы қырсыққанда дәл сол 2020 жылы пандемияны сылтау етіп, алтын доп марапатын мүлдем өткізбеу туралы шешім қабылдады. Сол жылы Роберт Левандовскийге ешкім бәсекелес бола алмаған еді. Ол сол маусымда футбол әлемін жаулап алды. Левандовский Бавариямен бірге требл жасап, футбол шыңын бағындырды. Чемпиондар лигасы, Германия чемпионаты және Германия кубогы. Сонымен қатар ол кейіннен УЕФА суперкубогы мен клубтар арасындағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанып, жалпы 6 трофейді түгел жинады. Левандовский сол маусымда өзі қатысқан барлық турнирлердің үздік сұрмергені атанды. Жалпы 51 ойын, 59 гол, 12 нәтижелі пас. Чемпиондар лигасында 15 гол соғып, үздік бомбардир атанды. Бұдан басқа не керек еді? Жалпы футбол тарихында бір ойыншының бір мезгілде требл жасап, барлық турнирлердің үздік бомбардирі атануы өте сирек кездесетін құбылыс.
2013 жылға Иберейді. футбол тарихындағы ең даулы марапаттардың бірі болып қала береді. Сол жылы Франк Рибери Бавариямен бірге мүмкін болғанның бәрін жеңді. Бірақ марапат сонда да Криштиану Роналдуға бұйырды. Көптеген сарапшылар бір ауыздан 2013 жылғы алтын допта Франк Рибери жеңуі керек еді деп есептейді. Оның командалы жетістіктері сол жылы теңдесі болды. Алайда Роналду жеке статистика бойынша рекордтар жаңартты. Командалы жетістіктерге тоқталсақ, Франк Рибери Бавариямен бірге тарихи требл жасады. Чемпиондар лигасы, Бундеслига және Германия кубогы. Оған қоса УЕФА суперкубогын ұтып алды. Ал Роналду болса Реалмен бірге сол маусымда бірде-бір ірі трофей жеңген жоқ. Испания кубогының финалында жеңілді. Чемпиондар лигасында жартылай финалдан ұшып кетті. Ал жеке статистикаға келсек, Роналду жалпы өткізілген 64 ойында 59 гол соғып, 14 нәтижелі пас жасады. Рибери болса 53 ойында 13 гол мен 27 нәтижелі пасты еншіледі. Дәл сол 2013 жылғы алтын доптан тағдырын шешкен ең күмәнді сәт ол FIFA-ның шешімінде болды. Бастапқыда алтын доптың жеңімпазын анықтауға дауыс беру рәсімі 2013 жылдың 15 қарашасында аяқталуы тиіс еді. Сол уақытта Рибери басты фаворит болғантын. Дәл сол күндері әлем чемпионатының іріктеу матчында Португалия мен Швеция кездесіп, Роналду қарымта матчта хет-трик жасап ерекше көзге түсіп, өз құрамасын әлем чемпионатына жалғыз өзі алып шыққан болатын. Дәл осы матчтан кейін FIFA көтпеген жерден дауыс беру мерзімін 29 қарашаға дейін ұзартты және бұрын дауыс беріп қойғандарға өз таңдауларын өзгертуге рұқсат берді. Әділетсіздік неде? Рибери футболдың командалық ойын екенін көрсетіп, барлық трофейлерді жеңді. Мен бәрін жеңдім. Одан артық не істеуім керек еді деп, ол әлі күнге дейін ренішін айтады. Роналду жеке дара 59 гол соғып, космостық деңгей көрсетті, бірақ ешқандай трофей жеңген жоқ. Ешқандай трофейді жеңбей-ақ алтын допты ала беруге болады екен жалпы. 2010 жылғы алтын доптың жеңімпазы Лионель Месси атанды, бірақ көпшілік бұны әділетсіз деп санайды. Неге? Өйткені сол жылы Уэсли Снейдер, сондай-ақ Андрес Иньеста деген сынды ойыншылар ескерусіз қалды. Иә, жеңімпаз атанған Мессидің статистикасы тамаша болған. Бір маусымда 60 гол және 17 нәтижелі пас еншілеген. Бірақ трофей жағынан тек Барселона мен Ла Лига чемпионатын ұтқан. Бірақ ол әлем чемпионатында Аргентинамен бірге ширек финалдан әрі аспады. Снейдерше, ол Интермен бірге требл жасады. Италия чемпионаты, Италия кубогы және чемпиондар лигасы. Сонымен қатар ол әлем чемпионатында Нидерландия құрамасында жақсы өнер көрсетіп, 5 гол соқты. Снейдер бір маусымда 8 гол және 15 нәтижелі пас жасады. Бірақ командалы жетістіктері әлде қайда басым болды. Иньеста мен Хавилерді де жайдан жай қалдыруға болмайды. Олар сол жолы Испания мен әлем чемпионатын, Барселона мен Испания чемпионатын жеңді. Статистикалары керемет болмаса да, кез келген ойынға қосқан үлестері керемет болған. Месси жеке статистика бойынша басым болғанымен, трофейлер жағынан Снейдер және Иньеста, Хави деген сынды ойыншыларға есе жіберді. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына Енді бір видео көрейін. Соңғы видео. Ұмытпаңыздар. Бізде басқа да Бұл мынау видео. Міне мынау менің каналым. Міне қазір соң бір видео көріп жүрейік. Менің ойымша мына іштен мен қайсысын көрсем болады. Айыраған сәт кеше 4 күн бұрын ғана шықты. Мына іштен бір бұрынғы видеоларыма қарап жүрейінші. Бұл пародия 2 көрмей ақ қояйын. Мына менің ағам Нұрмағанбет. Мына менің ағам. Бұл кім деп атынан Нұрмағанбет деген. Нұрмағанбет деген менің папамның ағасының баласы ғой, короче. Сол математикада олимпиададан бірінші орын ауылға келді Қызылордадан. Солай мектепке келіп бәрі оны қарсы алып жатыр. Міне. Бұл менің каналымнан шығарып қойдым сол ағам.
алтын ұям. Үйреткен білім, өнер мен ғылым, ұлы ұстазым қасиетім. Ата-анам арым, бақытым барым, қадірлі қасиетім. Құшағым гүл. Міне, ой. Осымен видео. Классная камера, быстрый заряд, искусственный интеллект. Все смартфоны в рассрочку 0024. Не болып кеттім. Осымен видео аяқталды. Сам сауаттан болыңыздар.